Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз дауыссыз дыбыстардың емлесіне тоқталып кетейік. Ол аса қиын емес, өте мұқият тыңдасаңыздар, өте оңай. Яғни, дауысты дыбыстардың емлесі бірінші жағдайда сөздің басында келмейтін әріптер, яғни сөздің басында келмейді. Бұлар келмейді. Олар қандай әріптер? Олар ың және х. Осы жерде мысалы аң, қаһар. Мына әріп және мына әріп ешқашанда қазақ тілінде сөздің басына келмейді екен. Және қандай дауыссыз дыбыстың емлесіне қатысты ережелер бар? Яғни Б, В, Г, Ғ, Д. Осы әріптер қазақтың төл сөздерінің соңында келмейтін дыбыстар екен. Естеріңде болсын. Қазақтың төл сөздерінің соңында келмейді екен бұлар. Бұлар орыс тілінен енген сөздердің аяғында келеді. Мысалы, клуб, актив. Яғни түсінікті ғой. Мынау осы әріптер қазақтың төл сөздерінің соңында келмейді. Соңында келеді орыс тілден енген сөздерде ғана. Және тағы қандай қасиеті бар? Тек орыс тілінен енген сөздерде кездесетін әріптер. Яғни В, Ф, Ч, Ц, Ш. Яғни бұл әріптер орыс тілінен енген сөздерде ғана кездеседі. Мысалы автор, дифтонг, диспетчер, цех, щетка деген сияқты. Ал мына ш деген әріп, мына ш деген әріп ащы, тұщы, кеше. Ащы, тұщы, кеше. Осы сөздерде ғана кездеседі екен. Басқа сөздерде бұл сөздер қолданылмайды. Бұл әріптер қолданылмайды. Тағы қандай да емлесі бар? Х әрпі кәдімгідей, хат дегендегі. Орыс тілінен енген сөздер мен араб, парсы сөздерінде ғана кездеседі екен. Мысалы, орыс тілінен енген сөз: химия, архив. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Ал араб тілінен енген сөздерде тарих. Міне, түсінікті ғой. Тағы қандай емлесі бар? Бесінші жағдай х, жаңағы қаһарман дегендегі, қаһар деген сөздердегі х деген әріп араб, парсы тілдерінен енген сөздер мен одағайларда ғана кездеседі екен. Мысалы, қаһар. Бұл араб сөзі екен. Бізде қазақта бұл жоқ. Сонымен қатар одағайлары бар. Осындай одағайларда ғана кездеседі екен. Яғни, дауыссыз дыбыстардың емлесі осындай жағдайларда жазылады екен.